Сәлем достар, сіздермен бірге жан-жақтар арнасы. Біз бүгін Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлу романы жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Қамар сұлу Сұлтанмахмұт Торайғыров шығармашылығындағы алғашқы көлемді шығармалардың бірі. Сондықтан бұл романның қаламгер шығармашылығындағы алтын орны да ерекше. Романнан Сұлтанмахмұт Торайғыров таланты, дүниетанымы, саяси әлеуметтік идеялары айқын көрінеді. Мұнда ащы болса да шындық айтылған. Қазақ халқының надан екендігі көрсетіліп, сол кездегі қазақ салт дәстүрі сынға алынған. Кітапта Алланың ұлықтығы туралы көп жазылған. Және де Қамар сұлу шығармасында күрделі эпитеттер мен сатира қолданылған. Ататай, болдым ғашық мұрыныңа, көк бурыл иектегі құрымыңа, кірпідей аяқ қолы жиырылған, қосылар күн болар ма толыбыма. Қамар сарказммен осылай суреттейді. Шығармада көтерілген ең көрнекті мәселе қазақ қыздарының қалымға сатылуы, қыз әйел баласының өмірде алатын орны, қыз баласының ойын сұрамастан ақша, мал үшін 15 жасар қызды 50 жасар шалға қинап берген туралы жазылған. Кейіпкерлерге келетін болса, Қамардың бейнесін автор жіңішке сымға тартқан әні қандай, балауыз балбыраған тәні қандай, ақыл, ой, мінез, көрік түгел келіп, толықсып толып тұрған сәні қандай деп ақын Қамардың ойы көркіне сай қазақ қызын бейнелейді. Оның даналығы сонша өзінің қателігінің кесірінен басқа қазақ қыздарына кір келтіргісі келмей, сүйгенімен қосыла алмайды. Ал Ахмет кедей шаруа ортасынан шыққан, аздап оқыған жігіт, сөзге шешен ақын, ел аузына ерте ілінген қадірлі жастардың бірі. Жазушының ұғымында Ахмет жаңа дәуірдің өкілі. Ахметтің жан күйін сипаттағанда ғашық оты, шын сыр, жаутаңдаған көз сияқты эпитеттер қолданылған. Роман әсерлі, тілге жеңіл, жүрекке жылы шығармалардың бірі. Оқырмандардың көңілінен шыққаны сөзсіз. Бүгінге айтарымыз осы, қош сау болыңыздар.